Бүгін базарға барып көкөністер сатып алдым. Мынау бір жәшік помидор, қызыл помидор, және бір жәшік розовый помидор дейді ғой, міне мынадай. Сол базардан сатып алынған, күйінде тұр, әзір, жуылған жоқ. Мынадай қызыл бұрыш сатып алдым, пакетте тұр бұлар. Чеснок сатып алдым, олар да пакетте тұр. Енді осылардан іс қылып, қыстық жаңағы фантомас дейді ме, ащы бұрыш қосылған, чеснок қосылған помидор массасын жасағым келіп отыр. Жуылған таза помидорды енді өлшеп жатырмын. Мына жерде 2 келі 13 грамм помидор тұр мына ыдыста. Қазір осыны мына блендерге салып тартамыз. Барлық помидорларды тап-таза қылып жуып, арынды сумен жудым. Енді термомикстен осыларды тартпақшымын барлығын. Помидорлар термомикстен осылайша өтіп жатыр. Мен тек қана қызыл бұрыштың мынандай сабақшаларын ғана не қылдым, кестім. Ішіндегі дәндерімен бірге туралып кетеді. Қызыл бұрыш жалпы 500 грамм болды, 502 грамм. Осыша қызыл бұрыш қосылып жатыр. Келесі біздің фантомасымызға қосатын ингредиенттің бірі ол чеснок. Менде 10 килограмм помидор болды. Осы помидордың осы массасына 10 килограмм біз жаңа красный перецтен, қызыл перецтен 300 грамм қостық. Ал енді чесноктан 400-500 граммдай қосамыз. Мен жаңа чесногын, сосын қызыл бұрышын барлығын қосып болдым. Енді қара бұрыштан да кішкене бір шай қасық үйіп салып жатырмын. Өйткені мен өзім қара бұрыштың дәмін өте жақсы көремін. Және қара бұрыш ол жаңағы консервант, дәмінің жақсы болуына және сонымен бірге ашып кетпеуіне көмегін тигізеді. Қазір міне термомикспен тартқан кезде бұнда мынандай көпіршіктері, ауалары қатты айналдырғаннан көп болады арасында көпіршіктері. Сол көпіршіктері шығып болу үшін неше сағатқа, 3-4 сағатқа қоя тұрамын. Сол кезде мына көпіршіктің бәрі бетіне шығып, ауа қалмай арасында кәдімгі қалыпты жағдайға келеді. Сол кездерде банкілерге құйып, аузын, қақпағын жауып қоятын боламыз.